Енді сіздер бәрібір де осы обзорды қарап отырып бұл көлікті алуға стоит, не стоит деп түбі ойланып отырсыздар ғой. Енді менің жеке ойым алуға стоит. Анау мынау қытайлық ойбай деп керек жоқ. Көлік өз бағасына стоит. Сіздер бұл бағаға Hyundai, жаңа айтып отырмын, Hyundai Elantra, Kia Ceed аласыздар, болмаса басқа кроссовер аласыздар дегендей. Көлік өз бағасын стоит. Getrag'тың коробкасы болады. Оған қоса сіздерде 1.6 турбомотор. Если оған жақсылап қарасаңыз, бұл турбомотор сізге біраз жүріп береді. Одан кейін салоны кең, 7 орындық, үшінші қаттарға балаларды отырғызуға болады. 360 камера, панорама, көтен жылытқыш, қол жылытқыш, память сидений, мультируль барлығы бар мына жерде дейтін. Даже кейбір функцияларында мен көргенмін осы Instagram, TikToктан автопарковка. Мұна осы именно модельде бар ма жоқ па нақты айта алмаймын, бірақ Chery'дің көп модельдерінде автопарковка бар. Ол кейбір әйелдерге, енді айдап жүрген адамдарға, жүргізушілерге ол өте көмегін тигізеді. Енді алу алмау ол өз еріктеріңізде. Мен сізге бұны пихать ете алмаймын. Бұл ешқандай да реклама емес.